Сәлеметсіздер ме? Есімім Жігер болады. Мен осы 7-8 сыныптарда физикадан мұғалім боламын. Біздің енді бүгін бірінші сабағымыз, және бірінші сабақты да көп созбай бірден бастап кетеміз. Бастағанда бүгін 8 сынып болғандықтан бірінші енді жылу құбылыстары, яғни біз жылу құбылыстарын қарастыратын боламыз. Яғни бүткіл біздің айтылатын біраз сабағымыз осы жылу құбылыстарына болады, яғни жылуға қатысты заттарды өтеміз. Енді бүгінгі қарастыратын тақырыптарға келетін болсақ, ол броундық қозғалыс деген не, диффузия деген не, температура, температураны қалай өлшеуге болады, және термометрлер, яғни термометрлерді қалай жасауға болатындығы жайлы айтатын боламыз. Енді біріншісі броундық қозғалыс. Броундық қозғалыс деген хаостық қозғалыс деп те айтады, себебі ағылшынның браун деген бір өсімдіктерді, шөптерді зерттейтін бір ботанигі болған. Сол судың бетінде өсімдік спорасын қарап отырған, сөйтіп спораны қараса, соның кішкентай бөлшектері оның қозғалады екен да. Кішкентай бөлшектері ретсіз қозғалып жүрді. Сосын ол оның ретін тауып көрейін деді да, кішкентай бөлшектердің қозғалысын. Сөйтіп оны бірге жанында отырып сызып отырды қозғалыспаған. Бір заңдылығы бар шығар деп. Сөйтсе дәптерінде шимай шықты. Яғни оның ешқандай ретсіз заңдылығы жоқ, әйтеуір қозғала береді екен. Сосын ол қозғалыс тоқтай ма, тоқтамай ма көрейін деді. Сөйтіп оны қарап отыр еді, сөйтсе ол қозғалыс ешқашан тоқтамайды екен. Және оның кішкентай бөлшектері тезірек, үлкендері ақырынырақ қозғалып отыр екен. Сосын сондай қозғалыс бар екендігін ол сипаттап бәрін жазды ғой. Сөйтіп жазғаннан кейін ол қозғалыстың атын, яғни броундық қозғалыс деп сол ғалымның атына атап шықты. Ал енді диффузия дегеніміз не? Диффузия дегеніміз енді араласу деп қарапайым айта салсақ болады. Араласу, яғни бір заттың молекулалары екінші заттың молекулаларының арасына ену. Физикалық тұрғыдан қарасақ солай болады. Яғни бір заттың молекулалары екінші заттың молекулаларының арасына кіру. Ал енді молекулалардың бар екендігін осы диффузияның болғандығы дәлелдеп отыр да. Мысалы, бір заттың арасына молекулалар екінші заттың арасына кіргендігін біз көзбен көре алмадық қой. Ол диффузия ашылған кезде. Көзбен көре алмадық, тек молекулалардың арасында, яғни бостық орын бар екендігін білдік. Оны қалай білдік? Оны, мысалы, осы бөлмеге келіп, біреу әтір себетін болса, онда ол таралады, яғни ол әтір сол жерде ғана қалып кетпейді ғой. Ауада газ, әтірде газ. Енді сол екеуі бір-бірінің араларына кірді. Яғни әтірдің молекулалары ауаның молекулаларының арасына кірді. Содан біз молекулалар бар болатындығын біліп отырмыз. Және де 1 литр сумен 1 литр спиртті араластырсақ, онда 2 литр зат шығу керек қой негізі. 2 литр қоспа шығу керек. Бірақ олай емес. 1 литр сумен 1 литр спиртті қосса, 2 литрден аз көлемді алып жататын бір сұйықтық шығады. Спирт араласқан су шығады. Ол да дәлелдеп отыр. Сонда, мысалы, бір жәшікте алма тұратын болса, алмалар салынып тұратын болса, алмалардың арасында бостық орындар бар ғой. Сол бостық орындарға жүзімдер салып тастау сияқты ғой. Яғни 1 метр куб алма, 1 метр куб жүзім болса, ол екеулерін бір-біріне араластырып жіберетін болсақ, алмалардың бостық орындарының арасына жүзімдер кіріп кетеді де, сөйтіп көлемі азаяды. Яғни енді 1 метр куб болып кетпейді енді, бірақ 2 метр кубтан аз өлшемді алып жатады. Сондықтан біз диффузияны осы диффузияның көмегімен, яғни араласудың көмегімен молекулалардың бар екендігін дәлелдеп отырмыз. Ал енді температура жайлы айтатын болсақ, температураны бәріміз білеміз. 7-ші сыныпта Си жүйесін айтылған кезде сол жерде бәрін айтқан болатынбыз. Енді бұл температура жайлы және температураны өлшеу, термометрлер жайлы айтпас бұрын біз бірінші жылулық тепе-теңдік деген не екендігін біліп алуымыз керек. Енді жылулық тепе-теңдік дегенді қарастырайық. Жылулық тепе-теңдік дегеніміз не? Енді бірінші жылулық тепе-теңдіктен бұрын біз тепе-теңдік мағынасын түсініп алуымыз керек қой. Тепе-тең деген, яғни бірдеңе мен бірдеңенің әйтеуір тең болғандығы екен, яғни тепе-теңдік дегеніміз ол тұйық жүйеде болса, яғни оған ешқандай басқа күштер, факторлар әсер етпейтін болған жағдайда өзінің күйін мәңгі сақтайтын күйді тепе-теңдік күйі деп айтамыз. Яғни ол мәңгі сақталатын тұйық жүйеде болса, сондай бір күй. Ал енді жылулық тепе-теңдік дегеніміз не екенін түсіну үшін оған бір мысал қарастырайық. Мынау бір металл, бір темір берілсін мынандай. Бұл ыстық қайнап тұрған судан алып шығарылды, яғни ыстық. Мынау ыстық. Ал мына жерге жанына бір тоңазытқыштан алынып шыққан темір, ол яғни суық болады. Енді мынау ыстық, мынау суық. Оның енді қандай ыстық суық екендігін оны ұстап көріп біліп тұрмыз, температурасын қолмен анықтай салдық. Енді ол екеуін енді бір-біріне тигізетін болсақ, не болады? Бір-біріне тигіздік, ыстық зат пен суық зат тиді бір-біріне. Сосын біз біраз уақыттан кейін келсек, ұстап көрсек қалай болады? Яғни бірінші ыстық денеміз мына суыққа түскен кезде бұл суый бастайды ғой.
суиды. Ал мына суық затымыз ыстыққа тиген кезде ысый бастайды, ысыйды. Сонда ыстық затымыз суый бастайды, суық затымыз ысый бастайды, екеуі бір-біріне тиген кезде. Енді біраз уақыт өткеннен кейін не болады? Біраз уақыт өткеннен кейін мына екі затымыз да жылы болып қалады. Қарамай тұрамыз да, қолмен ұстай саламыз, сол кезде қайсысы басында ыстық болды, қайсысы суық болды, оны ажырата алмай қалдық. Яғни екеуінің температурасы бірдей болды. Сонда біздің тепе-теңдік, яғни жылулық тепе-теңдікке түсті деген кезде біз оны не арқылы теңестіріп тұрмыз? Жылулық тепе-теңдікті сипаттап тұрған температура болып тұр, иә? Жылулық тепе-теңдікті сипаттап, яғни дененің жылулық қасиетін сипаттап тұрған температура, иә? Сонда температура дегеніміз сонда дененің жылулық күйін сипаттайтын физикалық шама екен, иә? Яғни біз басында ыстық, суық, жылырақ, суығырақ, жылы деген сөздерді айттық. Ол енді біздің физикалық түсінігіміз. Ал енді нақты сан мәнмен белгілейтін болсақ, температураны мысалы градус Цельсий, Фаренгейт деген сияқты, онда ол физикалық шама болады. Енді мынандай да жағдай бар. Біз мысалы мына жерде қолмен ұстап температураларын анықтап жаттық қой. Яғни біздің температураны өлшеу құралымыз өзіміздің қолымыз болып тұр, иә? Енді біз осы бөлменің ішінде мысалы бірдей зат тұрсын. Әйнек осындай пластина болсын және ағаш пластина болсын. Екеуінің температурасы бірдей. Бірақ біз екеуінде ұстайтын болсақ, кезек-кезек, онда бізге әйнек суық сияқты сезіледі. Яғни біздің мына температураны өлшейтін құралымыз бұндай заттарды өлшегенге жарамайды. Яғни басқа да факторлардың әсерінен бізге әйнек суық сияқты сезіліп тұр. Сондықтан температураны өлшегенге кейбір жағдайларда қолымыз жарамайды. Біздің қолымыз тек ыстық, суық, ыстығырақ, суығырақ болады, нормально дегенге ғана жарайды. Ал андай нақты санмен көрсеткенге жарамайды. Біздің қолымыз оны өлшеуге жарамайтын болды. Енді тағы бір басқа тәсілдерін табуымыз керек қой біз температураны өлшеудің. Сол үшін бір мынандай мысалды қарастырайық. Мынандай бір ыдыстың ішінде шай болсын, оған бір қант салайық. Мынау шайымыз ыстық болсын, қайнап тұрған су, яғни ыстық шайға қант салдық. Сосын уақытын қарадық. Сөйтсек, мынау араласуы тез болды. Сосын екінші ыдыс қалдық, ол суық, яғни тоңазытқышқа салып қойдық, оған қант салдық. Сөйтсек, ол араласуы ақырын, өте аз. Болмаса астына тұнық қап жатыр да бұл. Сонда біз бұдан не көреміз? Яғни араласу дегеніміз сөз диффузия ғой. Ал диффузия деген бір заттың молекулалары екінші бір заттың молекулаларының арасына ену. Яғни мына қанттың молекулалары судың молекулаларының арасына енуі сонда ыстық болса тез болады екен, суық болса ақырын болады екен. Яғни ол арасына ену уақыты тез, ақырын деген сөз ол молекулалардың мыналардың арасына кіру жылдамдығы ғой. Тезірек араласына кіретін болса, араласу тез жүрді. Араларына ақырын араласатын болса, молекулалардың қозғалысы ақырын деген сөз. Яғни молекула тез-тез қозғалып арасына кіріп кететін болса, онда диффузия тез деген сөз. Сонда біздің араласу жылдамдығымыз, яғни молекулалардың қозғалу жылдамдығы араласу жылдамдығын көрсетіп тұр да. Сонда біз осы арқылы молекулалардың жылдамдығына тәуелді екендігін біліп отырмыз. Ал енді ол молекулалардың қозғалысы тек бір-ақ бағытта қозғалмайды ғой. Мысалы, мынандай ыдыс болса, оның ішінде молекулалар болса, олар бір-біріне тебіледі, соқтығысады. Енді идеал түрде немесе реал түрде қарастыруымызға болады да. Енді бізде кіші класстар болғандықтан, үлкен класстарға бармағандықтан бізде идеал күйде қарастырамыз. Яғни молекулалар бір-бірімен серпімді соқтығысады, тартылу, тебілу күштері жоқ. Қабырғамен де серпімді соқтығысады, молекулалардың өлшемдерін ескермей қоюға болады. Осындай сөзбен айтуға болады. Енді бұлар бір-бірімен соқтығысқан кезде бұлар өте алыс жүре алмайды. Өйткені бір заттың ішінде, мысалы сұйықтың ішінде өте көп орналасқан. Сондықтан олар бір-біріне соқтығысады, қабырғаға соқтығысады. Оның жылдамдығын өлшеу ол мүмкін емес деп айтсам дұрыс емес болады, әрине. Өлшеген оның тиімсіз. Өлшеудің керегі де жоқ. Себебі біз оның бір кішкентай ғана аралық жүреді. Оның минус бірдеңе дәрежесі қашықтықта ғана қозғалады да ол молекулалар. Одан кейін басқа жылдамдықпен кетіп қалады. Тағы басқа жылдамдықпен кетіп қалады. 0,000 бірдеңе уақытта ол уже басқа жаққа қозғалып бара жатады. Бағыттарын өзгертіп, жылдамдықтарын өзгертіп жатады. Сол үшін біз орташа кинетикалық энергиясын қарастырамыз. Яғни кез келген бір зат қозғалатын болса, оны өзіміз білеміз. Қозғалыстағы зат болса, оның кинетикалық энергиясы болады. Яғни mv квадрат бөлінген 2 деп шығарып жатырмыз. Біз енді мына бір молекуланың жылдамдығын есептей алмасақ, яғни бір молекуланың кинетикалық энергиясын есептей алмаймыз. Сондықтан біз орташа жылдамдығын есептейміз. Яғни орташа кинетикалық энергиясы деген шама енгіземіз. Сонда орташа кинетикалық энергиясы молекулалардың температураны көрсетеді екен. Сонда температура дегеніміз сонда заттардың молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы. Ол
затымыз қаттырақ молекулалар қозғалатын болса, тезірек қозғалатын болса, онда затымыздың температурасы жоғары деген сөз. Ақырын қозғалатын болса, температурасы төмен деген сөз екен. Енді бізге сонда молекулалардың кинетикалық энергияларын, орташа кинетикалық энергияларын есептеп жүрген ол тиімсіз, яғни соған ғана қарамай басқа қандай өзгерістер болады температураға байланысты. Соны да қарастыруымыз керек. Енді бірінші бізде қандай өзгеріс болады? Бірінші көлем. Яғни температураның өзгеруіне байланысты заттың көлемі өзгереді. Және екінші деп кете беретін болса, ол электрлік қасиеттері. Электрлік қасиеттері оны алдағы тақырыптарда, яғни электр құбылыстарын өткен кезде өткізгіштің кедергісі, температураға байланысты қалай өзгереді, соны сол тақырыпта қарастыратын боламыз. Ал қазіргі біздің қарастыратынымыз ол заттың көлемінің өзгеруі. Температураға байланысты көлем қалай өзгереді. Яғни бүткіл заттардың көлемі температурасына байланысты өзгереді екен. Мысалы, өзіміз күнделікті байқап жүретініміз ол шайнек. Шайнекте суды қойдық. Басында шайнекте тұрды, Оны отқа қойып қайнататын болсақ, суды ол бір кезде температурасы артқаны сонша, оның көлемі үлкейіп, сыртына төгіле бастайды шайнектің, Соның арқасында біз температураға байланысты заттың көлемі өзгеретіндігін біліп отырмыз. Осы құбылысты білген Андерс Цельсий деген ғалым сол термометр жасағысы келеді ғой. Заттардың температурасын өлшегісі келеді. Соны бірдеңемен байланыстыру керек болады. Заттың температурасының өзгерісін бір басқа бір затпен, яғни көлемнің өзгерісімен көрсеткісі келеді. Яғни көлем мынандай болған кезде температура мынандай болады, температура мынандай болған кезде заттың көлемі мынандай болады деген сияқты. Сол сияқты айтқысы келеді. Сол үшін ол не алады? Мынандай бірінші мен сіздерге сұйықтықпен көрсетіп берейін, Мынандай бір ыдыс берілсін. Мынаны енді капилляр деп қарастырыңыздар, трубка. Өте жіңішке трубка. Оны енді капилляр деп айта берсе болады. Мынау енді өзіміздің ыдысымыз бір сұйықтық құйылған. Бұл сұйықтық толып құйылып тұр. Мына жерге дейін келіп тұрсын, бір толып. Осылай толып тұр. Осы сұйықтыққа. Енді мынау капилляр дегеніміз сөз енді капилиус деген сөзден шығады. Капилиус дегеніміз енді шаш деген мағынаны білдіреді ғой қазақша. Яғни өте жіңішке деген сөз. Енді біз мына ыдыстың өзінде ғана, мысалы бір ыдысқа бір күнделікті ішіп жүретін сусындар болады ғой. Сол сусын бөтелкені қарадық. Оны 20 градусқа қойсақ та, 30 градусқа қойсақ та, оның көлемінің өзгерісін біз байқамаймыз ғой. Енді сол байқау үшін жақсырақ. Біз мына үлкен ыдысқа толып тұр, ал мынау өте жіңішке. Яғни мына үлкен ыдыстағы сұйықтың көлемі өзгерісін үлкен ыдыстың өзі ғана көрсете алмайды. Мына жақтағы кішігірім өзгерісті осындай кішігірім жіңішке капиллярдың көмегімен байқаймыз. Яғни мына жердегі кішкентай өзгерістің өзін мына капиллярымыз жіңішке болғандықтан, яғни мынаның капиллярдың диаметрі барынша жіңішке болған сайын біздің приборымыздың сезімталдылығы арта бастайды. Яғни мына затымыз толып тұр, мына жерге дейін бір сұйықпен құйылып тұр. Енді мына затты алып біз қайнап тұрған суға салатын болса, онда мына затымыз ішіндегі судың көлемі үлкейеді да, енді ішіндегі су ма әртүрлі бір сұйықтық деп қарастыра берейік жай ғана. Ішіндегі сұйықтықтың көлемі үлкейеді да, мына бір жерге дейін келеді. Солсын, бұл жерді мынаны біз 100 градус Цельсий деп алайықшы дейді. Сосын жарайды, бәрі келісті. Одан кейін, мына жер 100 градус деп белгілеп қойды ғой. Одан кейін мынаны ыдысты, яғни қайнаған суды төгіп тастады, бұның орнына тағы бір тұрақты зат керек қой таба алатын. Бұған мұзбен, яғни мұздың еру температурасы ол 0, яғни мұзда және суда 0 градус Цельсийда болады. Сондықтан мұз, су осындай араласқан қоспа. Соған ыдысты салып қояды да біраз уақыт күтеді. Сөйтсе мынау төмен түсіп отырып келеді. Яғни мына жақтың барлығы 0 градус Цельсий орнады дегенге. Жылы зат пен суық затты қосқан кезде бір орташа температураға келіп қалуы мүмкін, бірақ біз осы процесті қайталай бердік. Яғни мына су жылып кетсе, ауыстырып басқасын салдық, сөйтіп отырып 0 градус Цельсийға келтірдік. Яғни мына жерге дейін түсті. Бұл жерді алғанымызда Цельсий айтады, тағы да бұл жерді біз 0 градус Цельсий деп белгілейікші дейді. Жарайды деп бәріміз келісеміз. Келісе алмай қалмаймыз ғой енді. Келістік. Сонымен судың қату температурасы 0 градус Цельсий болды. Яғни еру температурасы, қату температурасы 0 градус Цельсий болды. Қайнау температурасын 100 деп аламыз деп келісіп алдық. Сосын 0 мен 100-дің арасын 100-дей тең бөлікке бөліп тастадық та, сол бір бөлігінің қашықтығын 1 градус Цельсий деп белгіледік. Яғни бір бөлігін 1 градус Цельсий деп белгіледік. Осыдан градус Цельсий деген шама шықты. Яғни заттардың термометрлер қалай жасалу керек екендігін және градус Цельсий қайдан пайда болғандығын осылай
түсіндіңіздер, иә? Енді Фаренгейт деген шама бар. Фаренгейт деген шама қалай? Ол Америкада, яғни градус Фаренгейт деп қояйын, иә? Біздікі градус Цельсий болса, градус Фаренгейт. Сонымен Фаренгейт бұдан суық зат тапқысы келіп, ол да дәл осындай затпен, бірақ ыдысқа басқа зат құяды да. Бұл мұз салды, сосын мұзға NH4 хлор. Осындай затты мұзға араластырып қосқан кезде бұл өте суық зат болады. Яғни мына 0 градус Цельсийға қарағанда суығырақ температураға жетеді. Яғни Фаренгейт ол айтады, осы екеуі қосылған кезде, яғни жаңағы мұз еріп жатқан мұзбен жаңа мына затымызды қосқан кезде, яғни мына затымыздың не екендігін мен айтпай тұрмын. Яғни оны үй тапсырмасы ретінде не екенін өздеріңіз біліп жіберетін боласыздар. Осы заттардың қоспасынан 0-ден де төмен температураға жетеді Фаренгейт. Сосын Фаренгейт айтады, мен осы температураны 0 градус Фаренгейт деп айтам дейді. 0 градус Фаренгейт деп осындай суық температураны айтады. Содан кейін бұл енді жоғары температураны белгілеу керек қой шкаласына. Мына шкаласында 0 градусты белгілеп алды, 0 градус Фаренгейтті. Сосын бұл енді одан жоғарғысын белгілеп көрейін деді, әйелін шақырады. Сөйтіп әйелі келеді, сөйтіп әйеліне жаңа термометрін, яғни приборын береді да, әйелінің температурасын өлшейді. Әйеліне тигізеді. Яғни әйелі мен термометрдің екеуі жылулық тепе-теңдікке келеді ғой. Термометрде әйелінің температурасына жетеді. Яғни басында суық еді, ол әйелінің температурасына жетті. Сосын оның көрсетуі бойынша соны көрсеткен жерін әйелдің денесіне тигеннен кейін ол бір жоғары деңгейге көтерілді. Сол жоғары деңгейге көтерілген деңгейді бұл Фаренгейт айтады. 100 градус Фаренгейт деп атайым дейді. 100 градус Фаренгейт деп атайым дейді. Содан кейін бұл осылай пайда болады Фаренгейт. Фаренгейт шкаласы осылай пайда болады. Бірақ қазіргі кезде қарайтын болса, бұл бұрындағы Фаренгейттің 100 Фаренгейт дегені қазіргі күймен қараса 98 Фаренгейт екен. Қазіргі Фаренгейттер 98 Фаренгейт екен. Ол неден пайда болды? Себебі ол кезде, ол әйелін шақырған кезде, ол адамның денесінің температурасын 100 градус Фаренгейт деп белгілеймін деді ғой. Сөйтіп ол әйелін шақырған кезде ол әйелі ауырып жатқан екен. Сондықтан оның температурасы 2 Фаренгейтке жоғары болған екен. Сондықтан оның приборында сондай қате кетіп қапты. Оны енді біз түзетпей адамдыкін сол бойынша қабылдадық, бірақ қазіргі кезде адамның температурасы 98 Фаренгейтпен өлшенеді. Яғни дұрыс ауырмаған сау адамдардың денесінің температурасы 98 Фаренгейт. Енді осылай біз термометрлер қайдан пайда болды, қалай жасалады, яғни температура қалай пайда болды, оның барлығын осыдан біліп отырмыз. Енді осылай барлық затпен таныс болдық, Енді мына жердегі жаңа термометр жасағандағы ішіндегі сұйықтық қандай сұйықтық болғаны дұрыс. Мына жерде су болса ма, спирт болса ма, или сынап болса ма деген сияқты өте көп болады. Енді суды алатын болсақ, онымен өлшеген өте қиын. Себебі судың өзі бір түрлі жаратылған зат. Себебі, бір түрлі деудің себебі, ол су қатқан кезде көлемі үлкейеді. Оны білесіздер, қатқан кезде көлемі үлкейеді, яғни мұзға айналған кезде көлемі үлкейіп жатады, тығыздық азаяды, яғни. Мысалы, батареялардың, енді бір заттардың ішінде су қалып қалатын болса, қыстың күні. Яғни машиналарға бұрынғы кездері су құйды ғой, сумен суитын болған. Яғни ол суды қыста төкпеген болса, онда ана су қатады да трубкаларын жарып жібереді. Яғни батареяларда су қалатын болса, үйдегі егер газ қосылмай қалып, от жағылмай қалған болса, онда су қатса батареяларды жарып тастайды. Сондай қасиеті бар. Енді ол 0 градустан 4 градусқа дейін ол суымыз енді жылыды ғой, мұз күйден сұйық күйге өтті. Бірақ 0 градустан 4 градусқа дейін ол сығылады. Яғни көлемі азаяды 0 градус пен 4 градус арасында. Мұзға айналған кезде көлемі үлкейді, 0 мен 4 градус арасында көлемі кішірейді, яғни сығыла бастайды. Ал енді судың қайнау температурасын, қату температурасын айттым. Енді сол сияқты мынандай сынаптікі көрсетілген. Яғни сынаптікі минус 35 градуста қатады сынап, 750 градуста қайнайды. Мынау спирт. Спирт 80 градуста қатады, 70 градуста қайнайды. Енді пектан деген затымыз бар. Пектан минус 200 градус Цельсийда қатады, 35 градуста қайнайды. Енді осыған байланысты біз қолдануымызға болады термометрдің ішіне. Мысалы, біз мына суды құйып алып өлшейтін болсақ, температураны, біз минус температураны өлшей алмай қаламыз ғой. Сол үшін бізге минусқа ең жақсысы не болып тұр? Минус 200-ге дейін бара алатын
пектан болып тұр. Енді ондай танымал емес, яғни бұның алынуы қиын заттарды емес, спирт болмаса сынап ең көп таралған бізде. Солай пайдалана береміз. Мына сұйықтықты ішіндегі термометрге алынатын сұйықтықты солай пайдалана береміз. Ал енді термометр ненің температурасын өлшейді? Термометр өз-өзінің температурасын өлшейді. Ол енді мысалы термометр берілсін. Шкалалар. Термометрдің басында мынандай бір темір, алюминийден жасалған жылу өткізгіш жақсы. Осында бір бөлігі бар. Мына жерде бір өзінің жаңағыдай құйылып тұратын бөлігі бар. Мысалы сынап болса, сынаптың көп бөлігі осы жерде тұрады. Сынаптың. Яғни ол не үшін? Мына жерде көп заттың көлемі үлкейген кезде жіңішке капиллярмен біз оның температураның өзгергенін, яғни көлемінің өзгергенін көре аламыз. Енді бұл сұйықтың көлемінің өзгеруіне әсер етіп жатқан мына бір жердегі алюминий немесе теміріміз. Бұл темірімізге біздің денемізге тиген кезде біздің денеміздің жылуы мына термометрдің теміріне беріледі. Немесе алюминина беріледі. Соның әсерінен бұл жылуы мына сұйыққа беріледі, сосын сұйықтың көлемі үлкейеді. Сосын мына жақта біздің температурамызды көрсетеді. Осылай бәрі орындалады. Осымен сабағымыз аяқталды. Енді осы сабақтардың Е нұсқасы және Т нұсқасы болады. Яғни Е нұсқасында біз осы тақырыптарға қатысты есептер шығарып көрсететін боламыз. Т нұсқасында яғни тәжірибе. Яғни тәжірибе мына жердегі жылу құбылыстары, яғни жану деген сияқты заттарды өртеп, жандырып, күйдіріп көрсететін боламыз. Келесі сабақта кездескенше